Атакул байке, сіз ел үшін іштейсіз. Мына қылған ішіңіз ел үшін бі? Мысалы, едіваны біз күнімдік төлесі 2300 сомдан болар. 2300 сомдан күнімдік төлесі 3 жыл төлейді. 3 жылдан кейін бұл машина оша есіне өткізіліп береді. Қойка, бұл машина қымбат. Мен ел үшін іштеймін. Мен елге мұндай қымбат нәрсені сұраштабаймын деп, сіз предлагат қылғаныңыз бұл сізді күнеріңіз. Есепте берейін. Күніне 2300 сомдан төлейсің деді, 3 жыл подряд. Есептеңіздер, 2300 сомды 100 сомын страховка алып таштайлы. 2200 сом қалады. 2200-ді көбейтесіз 30 күнге. 66 000 сом. 66-ны 36-ны көбейтесіз. Бұл 3 жылға. 2 376 000 сом. Бір машина негізі базар басы қанша? Факттар менен 12 500 долларға, 13 000 долларға бұл машинаны тапса болады. Эми буларды басы менен минусоват эткенде 2 376 000ден минусоват эткенде булар ар бир машинага караңыздар 1 245 000 сом кошот экен. Бул законнабы, незаконнабы? Атакул байке, сиз эл үчүн иштеп атпайсызбы? Эл үчүн кызмат. Бир машинага дагы үстүнө дагы бир машина койгон. Бул туура. Может, разница банктардан береттир. Может, башка жактан бир процент жогору жактан береттир. Бирок бул иш канчалыкта мыйзамга туура? Бул видеого ответ кылышыңарды сөзсүз күтүп калам. Оюңар кандай? Бул иш вообще туурабы? Пай братан, не дейсиз буга?